Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен Байыспаева Меруерт Бекжұманқызы, Алматы облысы Балқаш ауданы номер 2 Жамбыл орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі. Мен өз сабағымда әрдайым білім платформасын қолданамын. Мен сабақтарымды түрлендіріп өткізу үшін білім кластың платформаларын қолданып жүрмін. Мысалы, сабақтарымда iMектептің платформасындағы анимациялық фильмдерді қолданып балалардың қызығушылығын арттырып отырамын. Класс платформасы қазіргі заманауи оқу үрдістерін тиімді ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Платформаның негізгі мүмкіндіктері әр пән бойынша бейне сабақтар, анимация, интерактивті тапсырмалар және тесттер пайдалану, сонымен қатар қашықтықтан оқытуды және үй тапсырмаларын беруге өте ыңғайлы. Бүгінгі тақырыбымызға сай бізге дұрыс емес ойынның түрін қазір біз ойнап көрейік. Ал бала, дауысты дыбыс тілдің қатысына қарай жуан жіңішке болып екіге бөлінеді. Жарайсыңдар. Қазақ тілінде 8 дауысты дыбыс бар. Дұрыс сатып емес бар. Мыналар жуан сөздер, әкелік естілгеш өлгеш күпі. Мыналар жіңішке сөздер, арыстан, орындық, ұшақ, ыдыс. Бұл жерде? Сонымен қатар біз сабағында әрдайым қорытындылаған кезінде, бекіткен кезінде тест жұмыстарын қолданамыз. iTest платформасының ерекшеліктері мен мүмкіндіктері жаңартылған сұрақтар базасы. Әр тесттен кейін қате жауаптары мен дұрыс жауаптары көрсетіледі. Оқушы өзінің білім деңгейін бақылай алады. Құрметті әріптестер, білім класс платформасы сабақтарымызға қолдануға өте қолайлы.